Қазақ халқы қыз баласын ерекше аялап, құрметтеген. Қырық үйден тыйым салған қызын шеберлікке, ісмерлікке үйреткен. Дәстүр салтымызды санасына сіңіре отырып, өрмек тоқытып, сырмақ тіккізіп, қыздарының қолына ине ұстатқан. Осындай сәттерде қол демалдырып, бес тас ойынын ойнаған. Бұл ойын жас кәріні талғамайды. Ойынды бірінші болып, кім бастайтын шешу үшін бес тасты алақанға салып, қолын жоғары серпіп, қолының сыртымен қағып алады. Кім бес тасты жерге түсірмей қағып алса, ойынды сол адам бастайды. Бұл бес тас ойыны ата-бабамыздан келатқан ойын. Бұрын бұл ойынды мынандай жұмыр тастармен, болмаса еліктің асығымен ойнаған. 7 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде біртіндеп теру кезеңі. Екінші кезеңде екі тастан жұптап тереміз. Ал енді үшінші кезеңде үш тасты бірге, бір тасты жалқы тереміз. Төртінші кезең төрт тасты жұптап теру кезеңі. Бесінші кезең бұлай болады. Көрдіңіздер ғой. Алтыншы кезең қолымызды бұлайынан қойып, сұқ саусағымыздың үстіне, сұқ саусағымызды ортаң саусақтың үстіне қойып, алдына шашамыз. Осылардың ішінен бір тасты сіздер ата тас деп атайсыздар. Мына тас ата тас. Осы ата тасқа мына бөлек тастарды тигізбей, мына ұяшыққа кіргіземіз. Бес тас ойыны осындай тәсілдермен, кезек-кезегімен жалғасады.